Бәріңізге сәлем. Бүгін біз сіздермен ас содасының пайдасы туралы айтатын боламыз. Ас содасын тек қана асханада емес, былай күнделікті үйді тазалағанда пайдалануға болады. Және бір айтып кететін жағдай, соданы мына пластикалық ыдыста сақтаған дұрыс. Солай көпке дейін оны сақтап қоюға болады. Ас содасын біз мысалы көп шамадан тыс сақтап қойсақ, ол өзінің құрамындағы пайдалы заттарын жоғалтып алуы мүмкін. Сондықтан оны тексеру үшін асханада пайдаланбас бұрын оны пайдасы бар ма жоқ па тексеру үшін бізге уксус керек. Кәдімгі уксусты кішкене соданың үстіне құйып тексереміз. Егер де сол құйғанда содамыз көпірсе, демек оны асханада пайдалануға болады. Ал егер көпірмесе, оны лақтырып тастамаймыз, ол да бізге пайдаға асады. Мысалы, үйде арамызда аналарымыз бар, кішкентай балаларымыз кілем, төсек мысалы бүлдіріп қойып жатады. Сол кезде жуғанмен иісі қалып қойып жатады. Сол кезде мысалы ас сода өте пайдалы. Сол бүлдіріп қойған жерге ас соданы сеуіп, үстіне шамалы сулап, щеткамен кілемнің арасына жағып, сөйтіп қоямыз да, кепкеннен кейін шаң сорғышпен сорып алсаңыздар, иіс мүлдем болмайды. Осылай оны көрпеге де, кілемге де пайдалануға болады. Және ол тек қана балалар бүлдіргенде емес, басқа да, мысалы, тоңазытқыштың ішінде кейде иіс болып жатады. Сол кезде осы содамен суға құйып, содамызды суға салып, тоңазытқыштың ішін, тек қана тоңазытқыш емес, басқа да иіс бар жерлерді сүртіп алсаңыз, иіс мүлдем болмайды. Аяқ киімнің де ішін солай содамен сорып алуға болады. Бұл жағдайда тек дәке дейміз ғой, бинттің ішіне соданы салып, жаңағыдай аяқ киімнің ішіне түнге салып қоямыз, таңда алып тастаймыз. Иіс мүлдем болмайды. Бәріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетіңіз, лайк басыңыз, жазылыңыз. Келесі видеоларда да осындай пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.